Сәлем достар, бүгін бізде қалай дауыс өзгерту туралы видео көрсетемін. Бұл әрине қатты қиындық туғызбайды, өйткені 1-2 кликта біз дауыс өзгертудің түрін көрсетемін. Ол үшін бізге эффекты, аудио эффекты, изменение высоты звука. Сосын біз элемент управления эффектін кіреміз да изменить басамыз. Изменить басқаннан кейін бізде осында 2 шкала көрінеді. Және де шаблон настрой көрсетіледі. Бұл жерде мысалға мүшеден мысалға 4-тен біреуін таңдап көруге болады. Сосын кейін мына таңдап көрсек болады. Көргенде бұл настройка, бұл шаблон өзгерткен жоқ. Осындай темный лоттен қойып көрсек, міне көріп тұрғанда міне осылай өзгереді. Ал енді шаблонды, осы шаблонды өзгертіп вручную, то есть қолмен өзгертіп көрейік. Мысалға сол жаққа қарай жылжытсақ, егер мына жаққа жылжытсақ, Обратную ситуацию, когда делают так, например, прыгают из стороны в сторону или... міне осылай. Егер 0-ға келсек, ол өзінің қалыпты даусына қайтып келеді. Напротив, вырезают из своей речи. Немесе мына жаққа қарай өзгертсек. Міне. Айырмашылық көрдіңіздер ғой. Ой, профессии, бухгалтеру, учителю, я не знаю, юристу. Ал егер басқа берілген видеода көбіне қолданатын тәсілдер, мысалға ол мындай. Айталық бір видеода дауысын өзгерту керек бір кісінің. Ол кісінің түрін көрмеу керек, бірақ дауысын да танымау керек. Бұл үшін бізге керек дауысын өзгертеміз біріншіден, екіншіден түрін жабамыз. Түрін жапқан кезде бізде әрине түрін де көрмейміз, кім екендігін көрмейміз мысалға. Ол үшін осындай настройкаларды көрсетіп, осылай ауыстырамыз. Енді әркімнің қиялына қарай бізде мысалы осылай. Сонда бізде осындай видео шығады. Грамотно, некрасиво, важно представителю абсолютно любой профессии, бухгалтеру, учителю. Міне. Енді осылай шықты. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де бізге тіркеліңіздер. Рахмет.